Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ПП творожный пирогтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Яғни бұл пирогтың құрамында қаншық және қамыры тұтас дәнді ұннан жасалады. Бұл пирогты тіпті қант диабеті бар жандарға да тұтынуға болады және қанның құрамындағы қант деңгейін көтермейді. Бұл пирогты жасау үшін ең алдымен 100 грамм ерітілген сары май 82%-дан төмен болмауы қажет, және 150 грамм тұтас дәнді ұн, 1 жұмыртқа және 50 грамм қаймақ қосамыз. Разрыхлитель және менде 7 номерлі фитбарат сахарозаменитель. Жақсылап барлығын араластырып аламыз да осындай песочный қамыр илейміз. Кішкене тығыздау песочный қамыр дайын болады. Осылай формаға салып жайып аламыз. Мен қолмен жайдым, сіздер оқтаумен жайсаңыздар да болады. Осылай бортик жасап аламыз. Ал енді бізге салмасына, яғни начинкасына 400 грамм творог қажет болады және 1 жұмыртқа, жаңағы 7 номерлі фитбарат сахарозаменителін салып және 3 ас қасық қаймақ салу керек болады. Ол видеода көрінбей қалыпты. Жақсылап блендермен езіп аламыз да жаңағы дайын болған бортигімізға осылай салып аламыз. Мен малина салдым. Сіздер салмай қойсаңыздар да болады, немесе кез келген жидектерді салсаңыздар да болады. Осылай қасықпен үстін тегістеп 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Құрамында қаншық, денсаулыққа еш зияны жоқ пирогымыз осылай дайын болады. Егер салмақ тастап арықтап жүрсеңіз, немесе денсаулығыңызға байланысты тәтті тағамдарды тұтынуға болмайтын болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алып, осындай құрамында қант жоқ, денсаулыққа еш зияны жоқ пирогтарды менің рецептімен дайындап күнделікті тұтыныңыздар. Кішкентай балдарға да осы пирогты менің рецептімен жасап ұсыныңыздар. Құрамында қант жоқ екенін байқамай да қалады. Егер жасап жатсаңыздар ас болсын. Сіздермен болған Рая. Сау болыңыздар.